Шелектегі Бақтыбектің, Қалмақбайдың сұмдығы ашылды. Аңғал керейдің адал үлкендерінің бірі Құнанбай Байжеңге Шелектегі Бақтыбек күш көрсетіпті. WhatsApp және OTV желісінде таралды. Белінің ауырғанына сын айтпай қояйық. Бақтыбек саған не қара басты? Бақтыбек, ұялсаңшы, Құнанбайды жекпе-жекке шақырыпсың. Тақиялы сайтанның құлақ кесті құлы болған Бақтыбек саған қайдан жүрек бітті? Тақиялы сайтының панаты болып не істеп жүргеніңнен толық хабардармыз. Сенің кім екеніңді білетіндер айтып отыр ғой, қорқақ, су жүрек деп. Мықты болсаң анау Тоқтар Жақашқа, Ербол, Қайраттарға, Ғалым, Шежінбек, Тілектерге шамаң жете ме? Еркек болсаң, ата жұртты қолдаушы азаматтардың біреуімен рингке шық, жекпе-жекке, егер тоқың жетсе. Бекзатты айдалағдағы ұрғандарды айтып ісіп кеуіпсің. Масқара, сені де азамат дейді-ау. Мықты болсаң өз күшіңмен сындыр. Елдің есерлігіне мақтанбай. Құнанбайды әлеуметтік желіде қорқытуың сенің қаншалық деңгейіңді әрі отбасылық көзқарастан аса алмағаныңды әйгілей түсті. Сорлы екеніңді танытты. Сен Құнанбайдың кім екенін білесің бе? Сорлы. Құнанбай әділет үшін қайтпас батыр тұлғаның бірі. Кірпіш заводтың сотында Құнанбай ұйымдасқан жемқор прокурорды 4 жылға соттатқанын естімеп пе едің? Сол кезде күш көрсеткен бандиттердің талқанын шығарғанын естімеп пе едің? Өтірік десең жұрттан сұра, бәрі біледі, құжатта тұр. Бақтыбек, Қалмақбай, Құнанбай артыңды айналдырып жібермесін, боқ кеудеңді көрсетпе. Жыланды іш кессе де кесертілік сені шайнап бүрке салады. Осымен тоқтай қал, тоқтамасаң жол болсын дейміз. Азат Заман.